Мен сенің бойға былай келмейтініңді білгенде бар ғой, мен сенің көтіңді дакан сайыратын едім ғой. Енді білмеймін, Ақанайға не айта аламын мен. Біраз адам мен рух файтингтен кеткенімді қалады ғой енді. Бірақ мен кетпеймін да ояқтан. Менің айтатын соңғы сөзім, Сани бойынша ол енді рухта ешқашан жекпе-жекке шықпайды. Біз онымен барлық қарым-қатынастарды үземіз. Иә, достар, кеше ғана брат Сани Ақанаймен шығу керек еді. Бірақ брат Сани задне беріп, енді Рамазан да оны рух файтингте шықпайды десе де, брат Санидің кететін ойы жоқ. Брат Сани мен Ақанайдың жекпе-жектен кейінгі сөздерін бірге тыңдайық. Бұл өте қызық, соңына дейін қарауды ұсынамын. Сіздермен төбелес арнасы, біз бастаймыз. Жотам, қалдарыңыз қалай? Маған ренжіп атсыздар ғой, кәдімгідей ставка қойып қойған адам құсап, 100-200 мыңнан как будто бір ставка қойып, неге шықпай қалдың деген сияқты. Может, Алланың қалауымен солай болған шығар. Мен рух файтингтен кеткім келмеген шығар. Дальше шулатқым келген шығар. Келесіде көресіздер ғой, Алладан амандық болса. Барлық нәрсе Алланың қалауымен болады бұл өмірде, естеріңде болсын. Біраз адам мен рух файтингтен кеткенімді қалады ғой енді. Бірақ мен кетпеймін да ояқтан. Түсіндіңдер ма? Ақанайдың төбелесін көрдік енді, екінші рет жеңілді ғой енді. Үшінші рет жеңілетін болса, Сәкен мен Мақалардың ізін қойын деп тұрған. О да бір победа жоқ та, рухта ше. Еще хайфовый адаммен төбелесіз келеді да, менімен ше. Мен ақмақ емеспін да, никогда ше. Сол естеріңде болсын. Достар, мынандай сөз бар ғой. Меня волнует моя семья, моя карьера, мои деньги и то другое. Маған ел жұрттың сөз қызық емес, 1 грамм. Олар мені асырамайды, біріншіден. Сол үшін маған келесі бойда победа керек, поражение керек емес. Менде рухта победа жоқ емес, победа бар. Аллаға шүкір, кіммен төбелессем де менде победа бар. Если менде победа болмаса, менде мен сөйлейтін орным болмайтын еді да меніңше. Сол үшін адамдар сенің көтерілген сайын, олар көре алмайды сені. Түсіндің бе? Сені құлатқысы келеді. Ал сен құласаң, олар сені аяқтың астына таптап тастайды. Түсіндің бе? Сені өшіріп тастайды ғой. Кәдімгі шайналған кассета сияқты болып қаласың ғой, короче. Былай дегенде ше. Енді білмеймін, Ақанайға не айта аламын мен. Келесі бойда победа алу керек оған, важнее оған победа. Ауадай керек оған келесі бойда победа. Баяғыда мен Нұржикпен, Сәкенмен, басқа да бір соперникпен төбелескен кезде салмағым 61 килограмм болды, 65-ке жазып жүріп табличкеге. Арық болдым ғой енді былай келгенде. Көрініп тұр ғой соперниктерім менен ірі екенін, шамалы етті екенін да. Соның өзінде мен қорықпай төбелесіп жүрдім ше. Соперниктеріммен. Бірақ победа алып жүрді мен. Бірінші раундта ұйықтатып тастаймыз деп жүрді ғой мені, барлығы көбісі ше нақыш. Во время бойы көреміз кімді ұйықтататынын. Түсіндіңдер ма? Сол үшін ол көпіре береді көп адам ше. Өйте салам, бүйте салам, ұйықтата салам Саниді деп ше. Мен сендерге ұйықтатқызып қойып қарап тұрам ше бойда ше. Бұл өткені бой деген нәрсе ол важнее да. Важнее нәрсе ол бойда ұйықтап қалу деген өте қиын нәрсе. Вот сол жаман да. Нокдаун болудың өзі ол жаман нәрсе да негізі бойда ше. Менде базар жоқ, пропускать еттім, бірақ держалка жақсы болды менде бойда. Просто жаңа Ақанайдың бойын көрдім ғой енді. Анау деген көрініп тұр ғой ше, накачанный ғой анау деген. Накачанный деген ол май емес та, таза ет. И сосын күш та, түсіндіңдер ма? Ананы қанша ұрса да, ананы құлату невозможно. Брус Лидің сөзі бар ғой. Я не боюсь того, кто изучает 10 тысяч различных ударов, дейді да. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 тысяч раз, дейді да. Түсіндіңдер ма? Сол үшін ананы құлата алмайсың. Анау оңай емес ананы құлату. Оған тек корпустан тюб, түсіндіңдер ма? Бауырдан тюб отырғызбасаң, анау көрініп тұр ғой, алға қарай шаг жасап ананы деген. Ақанайды кәдімгідей нокдаунға түсіріп жатыр. Ақанай ең соңғы раундта қашты кәдімгідей анадан ше. Ақанай еш нәрсе істей алған жоқ бойда. Таза анық көрініп тұр да. Түсіндіңдер ма? Салмақ рөл ойнайды в любом случае. Сол үшін менде качок накачанный болып жатырмын қазір. Бауырларым көріп жатқан шығарсыңдар да. Біреулер айтады, неменеге қосып жатсың салмақты дейді да. Пайдасы жоқ қой дейді да. Еще как пайдасы бар оның. Түсіндің ба?
онша ударлар чухить ете бермейсің, сосын қолыңның ударлары ауыр болып келеді ше, салмағың ауырлаған сайын ше. Кәдімгідей көзбен көріп кездескен жігіттер айтып жатыр ғой, кәдімгідей ше. Бля, бұрынғыдай емессің, братан дейді да, нақыш. Айналып алыпсың кәдімгі дейді да, грудак деген кетіп қалыпты ғой дейді да, нақыш. Міне қазірдің өзінде тренировка жасап жатырмын ше. Келесі картқа бұйыртса майкамен отырам деген ниет бар менде ше. Кәдімгі майкамен чисто нақыш. Накачанный болып отырамын ғой бауырларым. Көбісі мен денемді көргісі келіп жүр екен ғой. Сол фотодағы дене ғой сол. Одан да дәу болып алармын ертең, көресіңдер. Ол ерунда нақ. Просто ондай накачанныймен мен де төбелесе алам. Просто төбелескеннен кейін победа керек та саған. Түсіндің ба? Победа керек. Мен де любой накачанныймен төбелесіп берем. Просто победа болмасаң қан ішеді адамдар. Таста газель айда болмаса мафия айда деп қан ішеді. Ал енді ең қызық зат бар ғой, ең андай мен нутромда тұрғанша, мен үшін Сани болып тұр ғой. Жоқ, бля, қалай айтсам болады, отборда ештеңе істей алмады, бір. Конференцияда ештеңе істей алмады, 2. Бойдан сливаться етіп кетті, 3. Еще одан кейін андай стористар салады ғой. Мен келесі жол келем, бүйтем, сөйтем, любойын келіңдер, анау мынау деп. Тышқақ, сен даже бойға келе алмадың ғой. Сен бойдан слиться етіп кеттің. И сенің арқаңда мен андай соперникпен шықтым. Базар жоқ, ол поражение болып есептелді ше. Мен оған ештеңе деп атқан жоқпын. Бірақ сояқта сен болғанда, Сани, прикинь, ана мужиктің орнында сен болғанда не болар еді? Сен просто қазір осы видеоны көріп атсың ғой, Сани. Сен жыбы көріп атсың ғой, сен мен наблюдателім болып кеткенсің ғой менің. Сен примерно анаяқта болсаң ше, мен саған жігітше айтам. Үйде мясорубкадан фарш өткізесіңдер ма? Қып-қызыл шашылып өтеді ғой, мен сен тура сондай фарш қалдыратын едім октагонда. Аяғыңды көтіңе тығып, көзіңді көтіңе тартып қоятын едім ғой. Повезло саған, сені сақтап қалды ше. Комментаторлардың өзі айтып отыр, Саниге повезло деп ше, что шыққан жоқ, потому что мен сені вообще жермен жексен қалдырып жіберетін едім анаяқта. Примерно көрдің ғой бойда не болған. Ақана енді ұтылып қалды ғой, екінші поражениясы бар деп, сен үйтіп отмазка іздеме. Сен просто сториске кірді айт, мен тышып қалдым Ақанайдан. Мен шықпаймын де, и мен саған тиіспеймін. Ол бля сториске кіріп алып, ой, 2 поражениясы бар ғой деп. Сен үйтіп айтпай-ақ қой. Ол мен үшін бір күнде менде бір победа бар, потому что сен жоқта мен қолым көтеріп тастаған. И бір поражение бар. Ол поражение, ладно, хуйсым, келсем мен ол поражение аш. Бірақ ол поражение маған сен берген жоқсың ғой. Маған бір нәрсе хайп, бір нәрсе, сен намысың жоқ қой вообще ше. Сенде намыс көкірек деген нәрсе вообще жоқ. Сен тек қана ақшаға ғана, ақша да сен басыңдаш. Мен ойымша саған ақша берсе, сен көтіңді де бер жүресің ақша үшін ше. Потому что сен өз намысыңды тұртсай алмадың да ше, анаяқташ. Сен хотя бойға келіп отылсаң да, адамдар айтатын еді, бля, Сани красавчик әлсіз болса да шықты деп. Бірақ сен тіліңмен ғана ғой, тіл ғой сенде жұмыс істейтін. А сен іске жоқсың. Сол октагонда шыққанда мен сенің көтіңді 2 жақ айыратын едім ше. Бір көтіңді оңтүстікке, бір көтіңді солтүстікке. Сол үшін сен сақта қалдың, қуанып жүре бер әлі. И мен саған қайталап айтам, Сани, инстаграмың жәлеп сонып па? Қандай инстаграмың? Сен қандай тренировка істеш? Качка істе, бокспен айналыс, білмеймін, каратист бол, бля, маған поебать. Мен сені любой сферада қопарып жіберем. Просто сен менің қолыма түспей қалдың ше. Бля, повезло, что мен еще сені отборда көтіңді бір айырып алдым. Конференцияда көтіңді бір айырып алдым. Мен сенің бойға былай келмейтініңді білгенде бар ғой, мен сенің көтіңді до конца айыратын едім ғой. Мен сен қорқып қалады деп до конца тиіскен жоқпын саған конференцияда.
бірақ сен мен туралы көп сөйледің, сен тиктокта сөйледің, сен инстаграмда сөйледің, әлі де сөйлеп жатсың да, бірақ октагонға шығуға көтің шыдаған жоқ, өйткені сен желің шығып кетті, и ол уже бәріне понятное дело. Мен семен реваншшы любой күні көріп тастаймын, надо будет ше, задний жоқ менде, именно семен шыққанда, семен шықпаймын дейді, сен сияқты қашып кет. Сол үшін семен шықпаймын деп бір күн айтайыншы, сол күні өліп кетейін жігіт жай дедім мен сағаншы. Біраз айтып жатыр, ах, как Сане повезло, что он не вышел на бой, а то ты его бы кончил дейтін еді да. Өзіңе де, сен хуй ғой, сен примерно түсініп тұрсың ғой, сен бойды көрдің де вахуй болдың ғой, бля, мен шықпағаным дұрыс бопты, бля, анау мен фарш қылады екен ғой деп ше. Доленнің өзімен почти на равных төбелестің, бір нокдаун болмағанды ше. И то бір қатты дайындығым жоқ, бірақ на равных төбелестің. Оның қасында сен вообще шынырсың ғой просто жүргенше, жап-жапалақсың ғой, говносың ғой сен просто. Саған повезло, Сани, пока күліп шалқып жүре бер. Бірақ бір күні организация екеумізді қоссаш, мен сенің ебальнигіңді керем. Хорошо? Егер осы видеоны біреу көріп жатса, Саниге передайте. Охота начинается.